Ассалаумағалейкум қазақ елі. Жаңа жыл жарылқасын, көне жыл, ескі жыл естен кесін. Бізде жаңа жылда бұйыртса жаңа жоба. Видеоның соңына дейін толықтай естісеңіздер, түсінеді деп ойлаймын. Тіркелмегендер тіркеліп алыңыздар, барынша лайктаса отырыңыздар. Бұл жобаның авторы негізі Қызылордада 87 жылғы өз құрдасым әрі досым, ешқашан бет-аузын көрмеген Алмат деген жігіт. Бірінші Алмат Қызылорда жергілікті Қазақстан азаматы, яғни местный. Таңжарыққа 6 айға өсімсіз көмек 300 мың теңге. Жылқы бордақлаумен айналысады, әрі менің оқырманым, досым, группаласым. Екінші Мерей Текелі жергілікті жігіт, бір бас бұқа, 6 айға өсімсіз қарыз. Үшінші Жеңіс Қанаға 6 айдан келген қазақ, бір бас бұқа, 6 айға өсімсіз қарыз. Төртінші Елдос жан-жігер досым, Жеңіс Қанаға Мұқыр ауылында тұрады. Елдос Талдықорған Қоймыш деген ауылда тұрады. 300 мың теңге өсімсіз 6 айға қарыз. Төртінші Қуат аға Алматы жылқы, сиыр, бұқа, қой барлығына бордақлаумен айналысады және ет магазині бар. 300 мың теңге 6 айға Таңжарыққа өсімсіз көмек. Бесінші бет-аузын көрмеген Қостанайда Басқар деген ағамыз 1 тонна жемнің ақшасы 60 мың теңге. Бұл кісіде сауын, сиыр, мал бордақлау барлығымен айналысады және YouTube каналы бар. Мерей деген жігіттің де YouTube каналы бар. Алтыншы Сейітжан ағамыз Арғыбет Іледен келген жем 2 тонна комбикорм. Бұл кісі мал дәрігері және сонымен қатар комбикорм сатады. Жем, малға жем теңшеп береді. Құрама жем жасап береді. Жетінші Амантай аға, жаңағы Сейітжан ағамыз Көксу ауданында, Талдықорған. Амантай аға Мәмбет ауылында 50 мың теңге ешқандай қайтарымсыз маған көмек ретінде. Сегізінші Бейсен аға Мәмбет ауылында тұрады. 2 тонна арпа жаңа күзге дейін өсімсіз көмек. Тоғызыншысы Арғыбет 6 айдан келген кісі Серік бір жасар ұрғаш тана, ешқандай қайтарымсыз көмекке. 10-шысы Жандарбек Шымкент бір бас бұқа. Бұл жігіттің де ешқандай бет-аузын көрмегенбіз, барлығымыз группаласымыз, тек группада. Біздің жоба бұйыртса осылай басталды. Қазірге 11 адам, 12-ші, 13-ші мүмкін сіз болуыңыз мүмкін. Бұнда біз не ұтамыз? Бұнда біз қазақ жігіттерінің сен ат, мен тұрайын, бір-біріне шынайы ауызбен емес, іспен дәлелдей алатын және осындай аяқтан тұрып кету үшін, дамып, одан арман даму үшін біреуімізге, яғни маған сынақ ретінде жасап жатырмыз, Алла қаласа. Енді айтайын деген, сіздер де өзара бір-бірлеріңізге жасауларыңызға болады. И болмаса біздің командаға қосылсаңыздар болады. Осы жаңа жылдағы жаңа жаңалықтарыммен сіздермен бөлісейін деп жаңа ғана ғұсыл дәрет алып, суға құйынып, экранның алдында отырым. Көзім қызарып тұрған себебі көзім ішіне шампон құйылған болу керек, мүмкін. Оған мән бермеңіздер. Біздегі жаңалық осы. Сол жаңағы тірлікті біз 6 айға дейін қалай істейміз, қалай болады, барлығын YouTube, X YouTube арнасы Таңжарық Стайл TikTokқа жүктеп отырам. Мына видео ұзақтау, толығын X YouTube арнасынан көресіздер. Сонымен қатар не дейміз енді?
мынау бір жақсы жоба деп ойлаймын. Мен маған көмектесіп, сенім артып атқан жігіттердің барлығына, отбасына, барлығына тек қана жақсылық тілеймін. Маған сенгендеріңізге рахмет. Мен әрине қолдан келгенше кісінің аманатын жерде қалдырмаймын деп ойлаймын. Екіншіден, бұл менің сонау Қытайдан Қазақстанға келгеннен бері тынбай тырпыңдап еңбек етіп, ютубке салып, тиктокқа салып, жаңа группаға құрып, группада ақылдасып, әңгімелесіп жүріп, осы жігіттердің маған сеніп, осы үмітімізден шығады, бұл жігіт жасай алады деп сенгендіктен осылай өздері сенім артып, жаңа көрмеген жігіттер бар. Мысалы, анау Қызылорда, Шымкенттен біріміздің, Қостанай бір-бірімізді көрмеген жігіттер тек қана WhatsApp группадағы. Олар өйткені бізді көрмеген, бір-бірімізді көрмегенімізбен іс-әрекетіміз, барлық сөзіміз, тұрақтылығымыз, табандылығымыз, ауыздан сөз қалай шығады, солай атқарып жүргеніміз. Бастысы қазақ жігіттерінің бірін сөзбен емес, іспен дәлелдеуге көшкендігі бұл өте қуантады және жауапкершілік бар екенін сезінем. Біз бұдан да үлкен жұмыс жасап кетуіміз мүмкін. Бұл міне жаңағы әуелі Алланың қалауы, екінші осы 5 жылдық менің ютубқа, тиктокқа істеген жұмысымды салып жүргенім. Сосын осы 5 жылдың ішінде бір нан тапсам да екіге бөліп, болмаса бір бөлігін жаңағы көмектесе алғандығымның арқасы деп ойлаймын. Мысалы, именно мен көмектескен жандар тікелей келіп маған көмектеспесе де, Аллах жаңағы 10 жігітке ме, 11 жігітке сондай түсінік беріп, Аллах солар арқылы маған көмегін қайтарып жатыр. Яғни маған тегін бермесе де, 6 айға дейін өсімсіз қарыз беру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Өкпелесе өкпелейтін шығар, кейде бірге туғандар да бере алмай қалады. Менің ғана емес, басқалардың да. Ал енді кейбір адамдар бар, берсе жақсы, бермесе жаман. Ол бар болса береді. Мысалы, мен өзімде кішкентай болған кезде шамамның келгенше бергенмін. Қазір маған да мысалы үлкендеу жұмыс жасау үшін менің өзім аяқтан тұрып алуым керек. Мысалы, қорымды көйтуім керек, сәл дамуым керек. Соны түсінген жігіттер не істеді? Маған сенді, жаңағындай тірліктерді бастадық. Бұйыртса командаға қосылыңыздар. Телефон 8707 680 6066. Біздің командаға кеп қосылмасаңыздар да, өздеріңіз солай туыстарыңызбен, класстастарыңызбен, жақындарыңызбен солай жұмыс жасаңыздар. Ал енді олармен жұмыс жасау ыңғайсыз болса, біреу қолдап, біреу қолдамаса, сайдың тасындай сенат ментор дейтін жігіттер бар. Жаңа ғана аты жөнін жерін айттым. Бұйыртса бізге қосын. Біз біргеміз. Жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адас. Мен біткен ойпаң жерге алас ағаш, емеспін жемісі мол тамаш ағаш. Қалғанша жарты жанқа мен сенікі, пайдалан шаруаңа жараса алаш. Әр қазақ бай болуға лайықты, әрбір қазақтың жігіттерінің қолынан барлық жұмыс келеді. Оған мен сенемін. Оған дәлел бүгінгі жасап атқан тірлігіміз деп ойлаймын. Аллах қаласа барлығы жақсы болады. Біз тынбай еңбектенуіміз керек. Бір күндерде бір күн жемісін береді. Мысалы, қазір мен өзім бір жағы сіздерден өзімнің көңіл күйімді шүйінші ретінде осындай болып жатыр деп сіздермен бөлісейін дегем. Екінші, командамызға адам келсе дегем. И болмағанда өздеріңіз солай бірігіп жұмыс жасауларыңызға болады. Яғни банктен де аласыздар пайызбен. Я дұрыс орнына қоя алып пайдалансаңыз, ол да дұрыс тірлік. Ал енді бір-біріңізбен осылай қолдарыңыздан келгенше көмектесе алсаңыздар, 6 ай уақыт берсе, ол өте жақсы деп ойлаймын. Мысалы, біз мал байлаймыз. 6 айда мүмкін 2 рет шығаруымыз мүмкін, нен 1 рет шығаруымыз мүмкін. Қалайда жігіттердің үмітін ақтаймын деп ойлаймын. Жігіттерде маған сеніп, көзі жетіп, өздері осы салада мал бордақылаумен, яғни мал шаруашылығымен айланысқандығы себепті
өздерінде өмірлік тәжірибесінің барлығы және өздерінде өз еркімен, бұл жерде өз еркімен жаңағы Алмат деген құрдас отырды да группада айтты: давай жігіттер, тәкең бұрынғыдай болмай жүр, бұрынғы кездерде білсеңдер группада өте активный еді, осындай кісілерге көмектесіп жүретін еді, қазір шамасы өзіне келмей жатыр деп. Шынымен де шүкір бірақ Аллаға. Екі жерден үй аламын дедім, досымның қорасының жанына жаңағы мал байлайын дедім де, шамам шынымен де бұрынғыдан сәл оборотым азайғаны және де біраз қарыздардың болғаны рас. Өйткені қысқа ғана 5-6 жылдың ішінде өзім әйел бала шағамды ғана сүйреп азғантай ақшамен келгем, азаматтық алдым, айттым, үйттім, үй алдым, мал байладым, ананы істедім, мынаны істедім. Міне Текелі қаласынан этаж үй алып отырым. Енді ары қарай тағы да мені дамиды, бұдан да үлкен жұмыс жасай алады деп сеніп жасап отырған жаңағы аталған жігіттердің кәсіптеріне береке, денсаулықтары зор болсын, бала шағасының қызығын көрсін, әулеті ұрын бұтағы мен жамандықтан аулақ болсын деп шын жүрегімнен тілеймін. Және мен ол жігіттерге сенемін, ол жігіттердің сенімнен шығамын деп ойлаймын. Басқа да қазақтың жігіттері көп деп ойлаймын. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Айта берсең сөз таусылмайды, ертеңге де сөз керек. Енді бізге тек қана ауызбен емес, іспен, әмілетпен дәлелдейтін кез жетті. Ендеше командаға қосыл. Сіздермен болған Таңжарық Шотайұлы. Тіркелмеген болсаңыз, тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, жан жаққа осы видеоны жіберіңіз.